Сәлем оқырман, тырнағыңызға қарап денсаулығыңызда қандай кінәрат барын білдіңіз бе? Егер білмеген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Тырнағыңызға қарап қай жеріңіздің ауыратынын білуге болады. Әдетте сау адамның тырнақтары біркелкі жылтыр, қызғылт түсті болады. Сонымен қатар тырнақ үнемі жаңартылып, аптасына 1 мм-ге дейін өседі. Ал тырнақтың түсі, пішіні, құрылымында өзгеріс пайда болған жағдайда дәрігерге қаралу керек болады. Жас ұлғайған сайын тырнақта көптеген өзгерістер байқалады. Бұл қартаю процесіне байланысты жүреді. Әйел адамның аяғы ауыр болған жағдайда да тырнақтары өзгеріске ұшырайды. Бірақ босанғаннан кейін жарты жыл ішінде барлығы қалпына келеді. Тырнақтың сынуы витамин жетіспегеннен болып жатса, кей жағдайда сапасыз лактардың әсерінен болады. Мұндай жағдайда тырнағыңыз қысылып немесе соғылған жағдайдағыдай күйге енеді. Сау адамның тырнақтары 4-6 айда, аяқтарындағы тырнақтары 6-8 ай ішінде толық қалыпқа келеді. Тырнақтың өзгерісі денсаулығыңызда бір кінәрат бар екендігін көрсетеді. Бұл кінәратты қалай білуге болады? Шамадан тыс сынғыштық. Егер тырнақ сынғыш болса, адам ағзасында А, Е және С витаминінде, сондай-ақ темір мен мырыштың жетіспеушілігін көрсетеді. Кейде мұндай жағдай қалқанша безінің ауруы мен қант диабетінің әсерінен болуы мүмкін. Ақ тақтар. Халық тырнақта ақ тақтардың болуын жақсы ырымға баласа, медицинада бұл патология лейконехия деп аталады. Мұжылған тырнақтың қабаттары арасында микроскопиялық ауа көпіршіктері пайда болады. Яғни олар тырнақ бетінде ақ нүктелер мен жолақтар сияқты көрінеді. Танудан немесе дұрыс тамақтанбаудан жүйке жүйесін және жүрек ауруы себеп болады. Нүктелік шұңқырлар. Тырнақтың пішіні мен түсі әдеттегідей көрінеді. Бірақ мұқият қарап шықсаңыз, тырнақтың тегіс емес екенін және шұңқырларды аңғарасыз. Инемен тесілгендей көрінеді. Дәрігерлердің мұндай ауруды псориаз белгісі деп атайды. Тырнағыңызда мұндай өзгеріс байқалған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Бірінші кезекте сіз терапевтке немесе дерматологқа жазылып анализ тапсыруыңыз қажет. Бұл псориаздың бір белгісі болуы мүмкін. Не асқазан жек жолдарының қабынуынан, не қалқанша безінің дұрыс болмауынан болады. Үлкен немесе кіші тесіктер. Мұндай тесіктер спортшылар мен денеге ауыр күш жұмсайтын адамдарда кездеседі. Кейде олар жүрек және қан тамырларының жұмысында, төмен қан қысымы кезінде ақаулықты көрсетеді. Сонымен қатар В12 витамині және темір жетіспеушілігінің белгісі, сондай-ақ қан айналымы проблемалары болуы мүмкін. Тырнақтағы ойықтар. Бұл Бо деп аталатын сызықтар. Алғашқы миллиметрге дейінгі пластинасын алғаш рет француз әскери хирург Жозеф Хоноре Саймон Бо анықтады. Бо сызықтары тырнақтың табақшасының зақымдалуына байланысты пайда болады. Дұрыс тамақтанбаған кезде тырнақтың химиялық құрамы өзгереді және оның пластиналары деформацияланады. Көбінесе аш жүруге итермелейтін диетаға байланысты болады. Сондай-ақ бұл жарақаттар механикалық болуы да мүмкін, немесе күшті препараттар немесе химиотерапияға байланысты болады. Кейде Бо желілері жүрек қан тамыр аурулары немесе басқа инфекциялық аурулармен ауырған жағдайда пайда болуы мүмкін. Ұзын ойықтар. Егде адамдар үшін тырнақтардағы мұндай өзгерісті қалыпты жағдай деп санауға болады. Ал 50 жасқа толмаған адамдар үшін бұл витаминдер мен микроэлементтердің мырыш, темір, магний жетіспеушілігін білдіреді. Сондай-ақ нашар маникюр мен педикюрдің зардабынан болуы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда бірнеше тік сызық бар. Егер тырнақтарыңыздың 25%-нан астамы солай болса, онда сіз ішкі ағзаңызды тексерткеніңіз жөн. Бұған ең алдымен жүрек тамыр және ас қорыту жүйесі әсер етеді. Қасық тәрізді тырнақтар. Бұл койлонихия, яғни тырнақтың ортасы бүгіліп, шеттері жоғары жаққа қарай деформацияланады. Түс пен тегістік сақталады, бірақ бұл ұсқынсыз көрінеді.
койлонихияны анықтаудың ең оңай жолы бұл тырнаққа су құю. Су бірден ағып кетсе жақсы, ал егер тамшы тырнақ ойығына тұрып қалса, бұл туралы ойлану керек. Көбінесе мұндай жағдай организмде темірдің болмауынан және эндокриндік бұзылыстардың салдарынан болады. Сондай-ақ жарақаттар химиялық заттармен байланыстан өзгереді. Бұған қоса геннен берілуі мүмкін, яғни тұқым қуалайды. Барабан тәрізді тырнақтар. Мұның басқа атауы Гиппократтың саусақтары. Мұндай жағдайда, егер сіз саусақтың бүйірінен қарасаңыз, тырнақ табақшасының арасындағы бұрыш 180 градустан асады. Барабан таяқшалары өте қатерлі аурудың белгісі болып табылады. Олар өкпенің ауруларынан туберкулезден ракқа дейін баруы мүмкін. Жүрек және қан тамырларына жүрек кемістігі, эндокардит және басқалары пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарына жара ауруы, крон ауруы және тағы басқа байқауға болады. Тырнақтардың мыжыраюы. Медицинада бұл онихолизис деп аталады. Тырнақ қабатының бұзылуы. Бұл жағдайда сіз тырнақтың түсінің өзгерісін байқайсыз. 60% жағдайда бұл жарақат болып табылады. 30% саңырауқұлақ аурулары және аллергиялық реакцияларға байланысты болады. Ониколизис қалған 10%-ында жүйке жүйесінің бұзылуына әкелетін ауруларға байланысты. Жарты тырнақтың өзгеруі. Бұндай жағдайда пластинканың жартысы ақ түсті, ал жартысы тырнақ ұшына жақын қоңыр болады. Бүйрегіңіз ауырған жағдайда пайда болатын ауру. Сондай-ақ ВИЧ байқалатын адамдарда және химиотерапиядан өткендерде жарты тырнақ өзгеріске ұшырайды. Ақ, сары және көкшіл тырнақтар. Мұндай тырнақтардың түсі сіздің денсаулығыңызға қарауға уақыт келді дегенді білдіреді. Егер тырнақ кенеттен ақ болса, ас қорыту және жүрек тамыр жүйесін тексертіп, бауырға ерекше назар аудару керек. Сары түс ағзаның бауыр ауруларын, сондай-ақ эндокринді және лимфа жүйесінің патологиясын көрсетеді. Цианоз оттегі жетіспеушілігін, гемоглобиннің төмен деңгейін және нашар қан айналымын көрсетеді. Бір қара сызық. Бұндай сызықтар көбінесе асқазан жүйесінің жарақаттарында және дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты пайда болады. Ал кейбір адамдар үшін бұл табиғи тері пигментациясының ерекшелігі. Бірақ егер қалыпты тамақтанатын болсаңыз, еш жерге соққы алмасаңыз және тырнақта бірден қараңғылық пайда болғанда дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Бұл қатерлі ісік белгісі болуы мүмкін. Тырнақтың әдемілігін қалай сақтау керек? Ол үшін дұрыс тамақтану, ұйқының қалыпты болуы, спортпен айналысу, химиялық заттармен жұмыс жасағанда қолымызға қолғап кию керек. Сонымен қатар витаминдер алып, витаминдер ішуіміз керек. Және қол мен тырнақты нәрлендіретін кремдер жағып тұрыңыз. Деніңіз сау болсын.